Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Өткен шағын біз айттық. Енді қазіргі сабағымызда мұдарих түрін айтамыз. Мұдарих деген екі шақты қатар білдіреді дедік. Осы шақ және келер шақ. Енді біздің жағдайда ол мүмкін нәрсе емес, оларда мүмкін екен. Екі шақты қатар білдіру ықтимал екен. Алдымен мына осы етістіктерді жазбас бұрын мұфрат деп қояйық. Өткен сабағымызда да солай айтқан едік. Му деген адам енді бұл жерде. Мұфрат. 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 Осы бағанға жекеше түрдегі сөздерді, етістіктерді айтайын деп тұрмыз. Мұфрат деп отырғанымыз жекеше түр деген мағынаны білдіреді. Мен қара түспен жазып қойдым ФРД деген. Фарт деген тұлға деген мағынаны білдіреді. Фарт. Фарида деп ат қоямыз, единственное, неповторимое деген мағынаны білдіреді. Фарида деген. Осы мынаға тамарбута қосылса, әйел адамға ат қоямыз. Енді Фарид деп қоймаймыз, біз башкирлар ма, осы татарлар ма қояды Фарид деп, ер адамға қояды. Тамарбутасын айтпай, Фарид деп қояды. Біздің жағдайда мұфрат бұл да термин атау, яғни жекеше түрдегі сөз деген мағынаны білдіреді. Қазір етістіктерді талқылайын деп отырмыз, осы бағанда тек қана жекеше түрді айтамыз. Өткен шақтағы үшінші жақтағы ер адамның жекеше түрі, үшінші жақтағы әйел адамның жекеше түрі деген сияқты. Осылай тек қана жекеше түр. Енді оларда мұсанна деген де бар екен. Мұсанна деген екілік түр. Бізде екілік түр деген ұғым жоқ, Бізде жекеше түр, көпше түр. Тек қана жекеше түр, көпше түр болады екен. Екілік түр деген олардың грамматикасының бір ерекшелігі екен. Мұсанна. Иснани деген сөзден алынады. Иснан деген екі. Уахидун иснан, салат, арба, хамса деген сияқты. Иснан деген сөз екі, два деген сөз. Мұсанна. Енді осы мұсанна деген жерде созу бар екен ең соңғы жағында. Бірақ біз енді үйреніп қалғанбыз ғой. А деп созылу үшін бізде бір таяқша тұру керек сияқты, Бірақ мынандайда А деген әріптер бар екен. Әлиф мақсура деп аталады. Аты мақсура. Бір ерекше сондай әлиф. Бұны бұлай оқимыз, Мұсанна деп оқимыз. Мақсура деген қалай түсіндірсем екен, толық емес әлиф деген мағына. Мақсур деген қасыр қылып намаз оқисыздар, неде сапарда жүрген кезде. Толық емес намаз деген сөз ғой. Мақсур деген қысқартылған намаз оқимыз ғой, Мұнаны әлиф мақсура деп атайды. Толық емес әлиф, қысқарған әлиф деген. Осы мұсанна деп айта береміз, Бірақ мына қазіргі заманның бір жақсы жері осы да, бұрын тек қана бір түсті бормен жаза беретін едік қой. Қазір мынандай нелер пайда болды да, әрқайсысын әр түспен жазса күшті болып жатыр да. Мәселен, мына қызылмен мен бөтен әріптерді жазамын. Мына сияқты ортадағы бөтен әріптер мына А деп тұр ғой. Мұхатап деген жердегі мәттің өзінің родной әрпі емес. Сондайға күшті мына қызыл Сол көппен, сосын жасылдарым бар еді, екі жасылым бар еді, ол бітіп қапты. 4 түспен жазса күшті болады. Мына осындай тақтаның бір жақсы жері осы. Енді үшінші түрі бар. Мына бағанға біз көпше түрлерді жазайын деп отырмыз. Көпше түрлер. Етістіктің көпше түрлі нұсқалары. Енді бізде ол жама деген сөз. Жама.
Жама. Жамағын жамағат деген сияқты сөз бар ya бізде. Жама. Көпшетір деген сөз. Муфрат деген сөз түсіне алады екен. Кез келген қазақ Фарида деген атты айтатын болса. Мусанна дегенде біз оқымаймыз ya. Қазақтың миына жат нәрсе. Мусанна деген. Ал енді жамағат деген сөзді түсіне алады екенбіз. Жамағат көпшетір, жамағат деген сияқты. Енді кеттік. Сіздер енді маған бір етістік айтыңыздар. Алдымен фааланы жазып аламыз. Өткен сабағымыз сияқты. Енді бізде ғайып деген үшінші жақтағы ер адам, ол хуа ғой. Ол хуа. Хуа екендігі ақиқат қой, ол бір нәрсе істеп жатыр немесе істейді. Хуа енді қарасаңыздар алдына қосамыз. Өткен сабақта біз не істедік? Өткен шақтың әріптері алдына қосылмайды, арт жағына қосылған еді. Естеріңізде ме? Енді мына осы қазір нені айтайын деп отырмыз ғой? Мұдари халін айтайын деп отырмыз ғой? Ол алдынан қосылады. Мәселен, яфалу. Мұнаны бір белгілеп қойыңыз. Бізге шатастырып кетпесін. Хуа яфалу. Ол істеп жатыр немесе істейді. Дәл қазір істеп жатыр. Немесе болашақта істейді. Бір істі істейді. Хуа. Енді бізде үшінші жақтың әйел тегі бар екен оларда. Үшінші жақтың әйел тегі хия. Хуа деп айта алмаймыз оны. Хия дейміз. Ол әйел. Немесе бір зат. Ол зат. Әйел тегіндегі бір зат. Мәселен, тақта, сабура. Сабура әйел тегінде ғой. Сабура деген сөздің өзіне хуа деп қолдана алмаймыз. Хия деп қолдана дегенбіз. Ол кәдімгі живой әйел болуы да шарт емес. Әйел тегіндегі сөз болса да бола береді. Ал енді хия болатын болса, яфалу деп те айта алмаймыз. Хия, тафалу дейміз. Тағы да не істедік? Алдына қостық. Хия тафалу. Хия тафалу. Хия тафалу. Ол істеп жатыр. Бір әйел істеп жатыр. Немесе әйел тегіндегі бір зат. Демек, осы бағанға бәрін біз жазатын сөздеріміз жекеше түрде болады. Ол бір-ақ адам. Мынау да бір-ақ адам. Жекеше түр. Біреу деген жекеше түр деген сөз. Енді мұхатаб, анта. Анта. Сен бір нәрсе істейсің, немесе істеп жатсың. Тағы да т қолданылады. Тафалу. Демек, әйел тегіне де т қолданылған еді. Неде? Үшінші жақта. Екінші жақтың еркегіне т қолданылады. Ал енді мұхатаба, екінші жақтың әйел тегі анти. Анта ма? Анти. Ана анта болды, ма анти болды. Анти, дәл осыны қолданамыз қазір. Анти деп тафалу дейміз, соңғы жағына тағы да бір нәрсе қосамыз. Анти тафалина. Тура ер адамдықын жазамыз да. Артына ина деп қосамыз. Тафалина.
Тафалина. Тафалу болса ер адам, тафалина болса әйел адам. Ина. Мен бір жалғыз ер адамды оқыттым, Ираннан келген кісі. 2 ай оқыды. Сол кезде осындайларды айтамын ғой. Әйел мен әйелге қатысты болса бір проблемасы болып тұра береді екен дейді. Сол кісінің сөзі ғой. Ер адамда проблема жоқ, қараш дейді. Шынында да байқасақ, осындай бір қосымшалары болып тұрады. Мынандай бір тура осыны нерге қойдық та, тамыр ботаны қойдық. Бір проблемасы көп дейді. Жалғыз кісі. Өмірде де еще былай да. Иә, Ираннан келген бір кісі. Демек, сен істеп жатсың, сен істеп жатсың. Екеуі бірдей, бірақ мынау ертегі, мынау әйелтегі. Мұхатаб болса, тафалу, мұхатабат, тафалина. Анта. Демек, бұл екінші жақтың жекеше түрлерімен келді. Екінші жақтың жекеше түріндегі етістік. Енді мутакаллимге келетін болса, ана. Бір нәрсе сұрайын. Ана жерде сен дегенде мысалы, тафалу мужской родта ғой. Анда женский родта. Оны сөйлемнің барысында оғып аласыз, бірден түсініп қоясыз. Өйткені сөздің сарынынан білінеді ғой. Сөйлемнің қасына қосымша сөйлем. Артында, алдында бір нәрселерден түсініктіріп болады өзі. Өйткені мына сөз бен мына сөз бірдей ғой деп жатсыз ғой. Жеке тұрғанда білінбейді, сөйлемнің арасында ол біліп аласыз. Кеттік. Одан кейінгі бір мәселе, әнәні созбаймыз дедік. Қызылмен жазайшы, әнә. Әнә болып созылмайды. Әнә. Біздің көзімізге 3 әріп көрініп тұр, бірақ оқыған кезде 2 әріп болып оқимыз. Әнә деп созбаймыз. Және, бұның алдында мына термин сөз болды, мутакаллим деген. Бірінші жақ дегенді білдіреді. Сөйлеуші жақ дейді ғой, бірінші жақ деген. Осы жерде де айтып кеткен едік, мына тамар ботаны қосып айтсаңыз да болады, тамар ботаны мүлдем қолданбасаңыз да болады дегенбіз. Бір сөз осы ер адамға да, әйел адамға да жүре береді дегенбіз. Дәл сол сияқты, егер мен ер адам болсам да, әна деп айтамын, мен егер әйел адам болып сөйлеп тұрған болсам, мен мутакаллима болатын болсам, мен әна деп айтамын өзім. Мен әйел болсам, әна деп айтамын. Демек, ер адамға да әна, әйел адамға да әна. Әна дегеннен кейін енді мына харфул мудара, мына қызылдың бәрі мудари харфтері. Бізде енді әнанікі әмен басталады. Афалу. Яфалу, тафалу болып келатқан еді, енді афалу. Афалу. Ана афалу. Мен істеймін, істеп жатырмын. Қазір де бір нәрсені істеп жатырмын, немесе болашақта істеймін. 2 жақты қатар білдіреді. Мен дегенді мына қызыл білдіріп тұр. Демек, бұның алдында хуа деген, хуаны алып тастасақ болады. Хуаның орнына не жүреді бізде? Мына и жүреді. Хияны мүлдем айтпасақ болады. Хияның орнына т жүреді. Әнта дегенді мүлдем қолданбасақ болады. Әнтаның орнына т жүреді. Әнти дегенді мүлдем қолданбай қойсақ болады. Алдына т қосылады, артына ина қосылады. Ина қосыла салады. Ал енді әна дегенді де қолданбай қойсақ болады. Әна деген сөздің орнына мына қызылмен тұрған ә жүреді. Бірден афалу десек, әнаны білдіреді. Мына қызыл, бір таяқшаның өзі әнаны білдіреді. Демек, оның барлығын бізге түсінікті болсын деп қана айтып жатырмыз. Мыналар дамир деп аталады. Бұл дамирлердің бәрін қазір-ақ өшіріп тастасақ болады. Түкте өзгермейді. Бірақ түсінікті болсын деп қана алдына қойып жатырмыз. Сонда әна афалу. Демек, бір етістіктің
муфрат түрін айтып шықтық. Муфрат деген жекеше түр, иә. Жекеше түрдегі ер адам өткен шақ, жекеше түрдегі әйел адам өткен шақ, жекеше түрдегі екінші шақ ер адам, жекеше түрдегі екінші шақ әйел адам. Мынау енді жекеше түрдегі бірінші шақ, ер адам болса да, әйел адам болса да. Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым.